Жақында ғана әлеуметтік желіні шулатқан жап-жас қыздың басынан өткен оқиғасы. Бұл қыз хиджаб киетін, намаз оқитын қыз. Жас қызға бір күндік ләззат ұсынған имам, үстінде шапаны бар. Осыдан кейін сол еркекті көптеген танымалдар жақтады, әсіресе еркек қауымдары. Қыздың өзі кінәлі дейді. Қалай ойлайсыз? Мешітке адам намаз іздеп оқу үшін барған адам бай іздеп бара ма екен? Және осы қыздың шындығын сіздерге толық баяндап беремін. Барып, әйел адамның мешіті ол үйі. Үйде оқыңыздар 5 уақыт. Сіздерге еркектерге ол намазға барып оқыған абзал болса, әйелдерге үйде оқыған абзал. Сол себепті үйде оқыңыздар, мағриптан кейін, шам намазынан кейін жүрмеңіздер, сосын сыртқа шығып. Мен берер кеңесім, өздеріңізден де бар. Сіз осындай өзіңіздің қылығыңызбен жаңағыдай соны көріп басқаша ойлауы мүмкін кейбір. Мынау жүр ғой, мешітке келіп жүр ғой деген сияқты. Мынадай сөзімен барлық әйелдерді мешітке барған үшін, мешітке барып дұға жасаған үшін бай іздеп бар деп ойлайтын нағыз топас діндарлар, топас намазхандар дер едім. Видеоң ислам дініне тіл тигізгеннен басқа еш нәрседе болмады. Сонда сақалы сапсиып намаз оққан еркек мешіттің ішінде күнә жасай береді екен да, ал кінәсіз қыздар, бейкүнә қыздар кінәлі болып қалады екен. Бұл қалай? Эпилепсиямен ауыратын қызбын, аты жөнім Наурызбаева Эммануэль. 15 жасынан бастап эпилепсия ауруымен ауыратын Эмманула қыз Құдайдан дұға тілеп күнделікті мешітке баратын әдет екен. Сонда өз ауруын мешіттен барып Алладан тілеп жүрген қызға осындай жалаша болып жатыр. Өз-өзіме келген кезде ғана ауыра бастайды. Приступтан кейін мен өз-өзіме келем. Кем дегенде маған 5-7 сағат керек өз-өзіме келуім үшін. Менің эпилепсияларым күндіз емес, именно таң азанында басталатын болды. Оны біз білгендіктен өз-өзімді жинақтап, өз-өзіме деген аяушылықты мүлдем алып тастап, қолына газ басып, өз-өзіме айттым: "Эмма, әрбір күніңді ең соңғы күніңдей өмір сүр. Сен білмейсің, таңертең сен оянасың ба, азаннан оянбайсың ба, өмірді әрі қарай сүресің ба, сүрмейсің ба. Сол себепті әрбір өміріңді, әрбір күніңді ең соңғы күндей сезініп бағала." Ең қатты менің жүрегіме ауыр тигені тума туысқандардың маған жақындамай, құшақтамай, бетімнен сүймей, алыстан тек көрісіп біліскендері. Сыртта әңгімеден естіп қалғанмын: ауру жұғып кетер, Эмма қасына бара берме, ол эпилепсиямен ауырады, ауру жұғуы мүмкін деп балаларын айтып жатқандарын. Содан кейін мен ешқандай тұқым туысқанға жоламайтын болдым. Нет. 2 жылдан кейін маған 2 жылдан кейін Иса бүкіл Сізге не керек? Сізге не керек? Не керек? Әңгіме айту үшін? Я вам проститутка. Жезөкшемін ба? Или маған әңгіме айт деп саған келіп тұрмын ба мен? Вот именно. Валейкум ассалям. Бұл кісі тек мешітте ғана емес, қоғамдық орында да осындай жас қыздарға тиіскені әлеуметтік желіден тарап кетті. Бұл жаңа ғана жасаған жұмыс емес, бұрында осылай әрбір қызға, қыз-келіншектерге тиісетін бір сорлы болып тұр ғой. Ал осы сорлыны намаз оқитындар жақтап, мақтап, еркектің барлығы жақтап жатыр. Мен баратында ұқсаймын ба? Мен баратын адам ұқсаймын ба? Начну клубқа? Мен баратын адам ұқсаймын ба? Мен билесеңізші, далаға шығып алып билеңіз онда. Аха. Әлгі сақалы сапсиған албасты бұл қызға ақшаңды берем, сені тауып алам, сосын аямай істеймін деп жатыр. Естіп жатқан шығарсыздар.
осыдан кейін намаз оқитындардың бәріне сенудің қажеті жоқ. Ондай еркектер өте нашар. Не следует мужчинам с бородами, особенно известным мужчинам, указывать нам, женщинам, куда нам ходить, с кем нам ходить и в чем нам ходить. Еще раз хочу, если вы недостаточно образованы, хочу сказать и напомнить вам, что мы живем в светском государстве. Мы не живем по законам шариата. И слава Богу, что это именно так. Я очень надеюсь, что все-таки Бог нас любит, и казахи до сих пор остаются светским, образованным, продвинутым государством. Конечно, нации в том числе. Поэтому я вас очень прошу не затуманивать головы женщинам, мужчинам в светском государстве. Если вас что-то не устраивает, вы всегда можете уехать в Афганистан, в Иран, в Ирак. Пожалуйста.